Құлкермаған адамның екінші аты пенде да. Мынау енді пенде болғандықтан біз мынау түрлі күнә мен күпірліктен сақтандырылмағанбыз. Жалпы енді кейде адам мынау өз мақсатына жету үшін түрлі бір айлаларға, амалдарға көшіп жатады. Ерсі жалпы әрекеттер жасап жатады. Жалпы бір осындай бір ой бәрімізге де келеді ғой. Жалпы осындай бір мәселеде сіз қандай нәрселерге көңіл бөлесіз? Өзіңізді қалай сақтайсыз осындай ой келсе? Күмәнді ойлар келсе? Мысалы. Кез келген адамның басында енді пенде болған соң мынау түрлі ойлар келеді ғой, бір жаман іске бір апармас үшін өзіңізді қалай сақтайсыз, қалай тиіп отырасыз аға? Иә, енді дұрыс айттыңыз. Мысалы жаңағы біз ілімнен білдік, сөз зинасы деді, көз зинасы деді, тіл зинасы бар екен керек десе. Осының барлығы, және осының барлығы өмірімізде осы кез келген уақытта кезігіп тұратұғын нәрселерді мысалы. Соны енді қолдан келісінше жаңағы адам пенде болғаннан кейін айтпайым деп тұрып айтып бересің бір нәрсені. Айтпайын деп сол жерге қаншалық сақтанып тұрған халыңның үстінде соны айтып үлгересің де. Қалай айтқаныңды, немесе жаңағы лағнат шайтан кейде солыңнан келеді, кейде оңыңнан, алды-артыңнан келеді деген тура сол жерден сезінесің. Сезінесің де артынан енді жаңағы бәрібір сол таубаға келесің ғой. Енді үш сөз айтсаң, біреуін айтпай қалуға тырысып, біреу айтсаң, ойпырай, мына мен не қылып айтып қойдым, мына қате айтыппын бағанадан бері деп, таубаңа келіп, қысқасы қолдан келісінше зікір етіп, астағфиралланы айтып, истиғфар айтып, соның көйінгі жерде қолдан келісінше кейде түнгі намазға тұрып, жаңағы Алладан кешірім сұрап, көбірек енді тәсбихті мен өзім енді қолдан келісінше айту, осы тәсбихті ұстап жүрмін. Ол жерде тәсбих деген нәрсенің шарт емес, ол бір зат. Бірақ тәсбих адам баласына біз ұмытшақ екенбіз, пенде өте ұмытшақ екен. Мен өз басым мысалы тәсбихті қолыма сап жүремін тіпті. Қазір ғана мына епірде әбес болмасын деп сап қойдым жан қалтама. Неге дегенде, соны осы қалт еткенде бір нәрсені бір сөзге кетсем, дереу жаңағы астағфиралланы айтып, болмағанда дүз айтып, болмағанда оны айтып үлгірем енді. Өтіп кетті уақыттыған енді депші енді. Ал енді қарап қаласың сонда да, қарамайын десең де енді. Енді сенің көзің көріп тұрады бір нәрселерді. Бірінші көргенің ол хақ, ешбір күнәға жазылмайды екен, бірақ ары қарайғысының бәрі саған қайтады деді ғой. Саған күнә болып қайтады деді. Сонда енді астағфиралла деп айтып қысқасы, соның барлығында мен қолдан келісінше тәсбихпен қысқасы жаңағы астағфиралланы айтып жаңағы сөйтіп сондай өзімен соған сақтанамын. Сол кезде Құдай тағалам есіме түсіп, мен дереу есіме түсетіні енді айту маған бір жақ адам дегенше бір чартты рефлекс болады екен. Үйреніп те қалады екен. Ол болмаған кезде мен қаншалық зікір етіп жүрмін деген нәрсені де айтып жүрмін. Мысалы, мына тәсбих жан қалтамда тұр. Осы тәсбихті ұстамаған кезде мен қаншалық зікір етіп жүрмін. Қолдан келісінше жаңағы бір қателікті істесең, ары қарай астағфиралла деп айтып үлгересің. Жаңа мына бауырымыз айтты ғой, жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан жеткен хадистерден. Жаңағы негізінде мына екі періште жазып тұрады деді ғой. Сонда жаңағы біз енді ілімнен білгеніміз, мына періште жақсылық жазады, сол жақтағы періште өзің қылған жамандығыңды жазады. Бірақ қызығы, жақсылықты жазатын періште бірден 10-нан 700-ге шейін деп жақсылық істесең, айтсаң, сөйлесең, бәрін соны жазып қояды екен. Ал енді мына жақтағы періште, сол жақтағы періште, сен жамандық істесең, онда ол жаңағы бауырым айтқандай 6 сағат, 10 сағат па, Алла біледі уақытын енді. Сондай күтеді екен ғой бізді. Тауба ете ме, етпей ме мына құлды. Оған берілген үкім. Соны кейін ол сен сол 6 сағат ішінде тауба етіп, астағфиралла, мен бүгін бір осындай қателік істедім десеңіз, ол жаңағыны қысқасы жаңағы күнә істеді емес, бір рет жақсылық істеді деп жазып қойды сіздің жаңағы тауба еткеніңіз үшін. Ана күнәні жазбай және саған бір рет жақсылық істеді деп жазып қояды екен. Бұл не деген керемет. Осыны ойлағаннан кейін енді ұмытып қалмасаң, сол астағфираллады болмағанда 3 рет айтып үлгіруге тырысам өз басым. Осы зікір деген нәрсемен ғана біз өзімізді шынын айтқанда сақтаймыз. Себебі 5 уақыт намаз, 5 уақыт өз белгіленген уақыттарында оқылады. Сен күндіз кешке шейін намаз оқи алмайсың, мысалы. Ал енді күндіз кешке шейін не қыласың?
тіліңді тый, қателесіп кетіп барасаң, астапыраллады таубаға келесің. Оның бәрі не? Сол зікір қысқасы. Сол зікір арқылы ғана өзіңе қорған жасап, зікір арқылы ғана Аллаға жақындап, тауып етіп шегініп отырасың. Осы ең абзалы деп ойлаймын, адамдар көбірек пайдаланатын нәрсе осы зікір, Алланы еске алу деп.